Сәлем, бұл Гон Шоу. Біз қайта оралдық. Жаңа маусымда өнер жолына қалай келдің? Өнер жолына 2013 жылы Лұқпан ағамыздың шақыртуы бойынша келдім. Диета тобына, Иә. бүгін бізде қонақта диета тобының экс-мүшесі Нұрбақыт Қарағай. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Экс әншісі деп жатыр. Диета тобы қазір екіге бөлініп кетті. Кім кетіп қалды бірінші? Мен кетіп қалдым. Жасұлан асып кетті де өткен. Асып кетті деген түсініп отырсыз ғой, арықтап кетті деген. Арықтап кетті. Онда мынандай сұрақ туады менде. Егерде диета тобы бөлініп кетсе, онда қанша килограммға бөлініп кетті? Неше килограмм қалып қойды ма анаяқта? Иә. Диетадан кетіп қалған кезінде бір рет болса да артыңнан келген жоқ па? Жоқ, келген жоқ. Жасұлан, ата-анасымен, ағаларымен қайтсай, жалғыз өзің қайға сиясың деген сияқты. Нұреке, осы сізді концертке немесе тойға шақыру үшін бизнес-класс болу керек самолет. Иә. Ал бизнес-ланч обязательно ма? Әрине, олсыз болмайды ғой. Туған жерің жайлы айтсаң, бізге Франция жайлы. Машинаға отырған кезде ремень тағу қаншалықты қиын? Ремень тақпаймын ғой мен. Сол үшін талай гайларға ұсталғанмын ғой мен. Көбісі Гүлназ Жолановаға қатты ұқсатады, көрермендеріңіз. Ол Гүлназбен екеуіңіздің арасында қандай туыстық қатынас бар? Жоқ, туыстық қатынас жоқ. Онда мынаға жауап беріңізші аға. Тальго пойызды вертяк па негізі сізге қалай удобно ма? Тальго пойызы өте керемет. Қандай уютный, ішіне кірсең сондай бір керемет, комфортно жүресің, бірақ мен сыймаймын оған. Ғашық болып көрдің ба? Әрине. Прям қатты ғашық болып көрдің ба? Ғашықтың көкесі менде болған ғой кезінде. Адам ғашық болса, мади, ұйықтай алмайды екен. Оның тамаққа тәбеті бұзылады, ұйқысы бұзылады екен да. Сонымен түнімен аунайды екен да ұйықтаған адам. Былай аунайды. Ғашықтық дерттен ұйықтай алмайды екен да, мен аунап. Сол кезде, түнімен аунаған кезде шаршамайсың ба? Эстрадада көптеген жаңалықтар болып жатыр. Бізге өзің ойыңды айтсаң, Камшат пен Райым жайлы айтып берші. Камшат пен Райым? Ерке мен Райым ғой? Ерке мен Райым шығар. Ол жайлы білеміз ғой бізге. Просто Камшат пен Райым жайлы айтсаң. Камшат бөлек, Райымды бөлек айт. Биыл сіздің үйдегілер соғымға сізді таңдаса. Сіз спорттың волейбол деген түрін қатты жақсы көре тұра, жиі коньки тебуге барады екенсіз. Коньки тебуге барғанда көбіне сізді суға жүзіп қайтады дейді. Қаяқтан біліп қойыңдар онды. Сол қаншалықты рас? Рас, да. Сіз кімге қарап өстіңіз? Мен бірінші кезекте Музарт тобы, әсіресе Мейрамбек ағамызға еліктедім кішкентай кезінде. Одан кейін Жұбаныш Жексенұлы ағамызға еліктеп өскен адам. Солардың дауыстарын салып, солардың қалыспай келтіріп, иірімдерін сөйтіп үйренген жігіттім ғой, былайша айтқанда. Қазір қойдыңыз ба? Солардың арттарынан еріп жатқан інілеріміздің бәріміз. Олар біле ма, что сіз еріп жатқаныңызды? Біледі. Дауысы айтқанмын талай ол кісілерге. Шынара деп шақырып жатқанда Ләйла шығып тұрса не істейсің? Аға, негізі бұның бәрі енді не ғой, енді әзіл ғой. Бірақ шындық аға. Барлығы шындық деп отырмын да. Шындығын айтайын ба? Иә. Кәдімгі былайша
Сахнада Қайрат Нұртас ән айтып жатқан кезде өзіне ұнаған көрерменіне костюмін лақтырады ғой. Иә. Сен неге көрпе бірдеңе лақтырасың? Осында бірдеңе айтайын деп тұр ғой. Мен ондай айтайын деп отырмын. Мектепте жүгіруден қалып қойған кездеріңіз болды ма? Постоянно ғой. Петропавлға не көшіп кетпейсің дегенде Нұреке. Петропавлға не көшіп кетпейсің деген кезде ол солтүстік салқын біріншіден мен енді қазір өнерде жүргесін өнер ордасы Алматыда тұрамын деп жауап берші. Сөйді. Нұреке Петропавлға көшкенше неге Алматыда тұра бермейсің? Изақты Алматыда тұрамын. Өйткені өнер ордасы болған. Дәл осылай қалдырайық. Нұреке, сіздің үйіңіздің иісі қалды ғой, иісі қалды, аяқ киім шешетін жер. Сол жерде аяқ киім киетін ложка өте көп шығады сізде, да? Жетеді. Жаслан қазір Алматыда, Иә. сағындың ба? Жасланды ма? Әрине сағындым. Бауырым ғой. Сізде чат бар ма, тек қана Жаслан екеуміз отыратын диетсіз деген? Суши сататын сондай не алатын көп әртістер ашып жатыр ғой. Сондай ашып неге банкрот болмайсың? Менде мынандай сұрақ бар. Сіз Алатау өнер футбол командасында жоқсыз. Не үшін? Қадірін білмеген ғой бұл кісінің, иә? Шақырмаған ба? Білмей қалды олар просто. Сізде жалпы арқамды қысқартып жүрші деген жалпы қалай болады екен? Бола ма ондай арқамды қысқартып жүрші? Тек Жасланға ғана айтатын ғой мен оны. Кезек-кезек па? Кезек-кезек қысқартасыздар ма? Ваннаға суға түскен кезде тек суды осындай құяды дейді, сосын сіз жатқан кезде автоматически су толып қалады деген сыбыс рас па? Рас, әрине. Соңғы сұрақ қойып, соңғы сұраққа егер де дұрыс жауап берсеңіз, онда біз сізге осы бағдарламаның демеушісі атынан машинаның кілтін сыйлаймыз. Матис. Енді сұраққа көшейік. Қандай киім брендтерін айт? Атын айтпай былай қимылмен түсіндірсең, өйткені жарнама болып кетеді бізде. Бізде кім жылдам деген ойын, бұл ойынға біз Мади екеуміз қатысамыз. Мынаның ішінде тамақ бар. 10 минуттың ішінде кім бірінші тауысып қояды деген. Бұған сіз қатыспайсыз, өйткені сіз қатыссаңыз бірінші орын аласыз. Сонымен Нұрекең санайды ойынның шарты, ойын ешқандай қиын емес. Нұрекең 3 санағанда біз бастап кетеміз. Уақыт 10 минут уақытта біз бітіруіміз керек. Кетті. 1, 2, 3. Үндеме. Жей берсей? Алсаңызшы. Бағана үлгі өнер жолына. Демес. Үндеме. Бағана Нұреке, шынымен Жолановаға ешқандай туысқаның жоқ ба? Жоқ. Суынан ішем болады ғой? Шебір. Күлмекші. Жолановаға ешқандай шынымен қатысың жоқ, иә? Жоқ. Мен естідім, қатысы бар деді. Мен вообще кімге қатысы бар естідім? Сеймо.
сен Симоға деп айтпаса, Симо мен неге дуэт айтпайсың де. Давай. Нұреке, құрметті ағам, Нұреке өзіңіз ақ қарасын ажыратып, әрі бағасын берсеңіз, кім бірінші орын алды? Әрине сіз. О, рахмет. Құрметті достар, біздің бағдарламамыз қашан бітеді? дәл қазір. Сонымен достар, қай әзіл ұнады, қай әзіл ұнаған жоқ, комментарий жазып кетіңіздер, каналға тіркеліңіздер, колокольчикті басыңдар. Айтасың ба осындайды, айтпайсың ба? Айтып отқан жоқсың ба? Мен айтып отырмын уже. Сау болыңыздар.